Цифрлы педагог байқауының қатысушысы Абай мектебі бөбекжай балабақша кешенінің информатика пәнінің мұғалімі Қабдешова Бибінұр Қобыландықызы. Бүгінгі тақырыбым 6-шы сыныптағы сымсыз желілер. Сыныптағы ынтымақтастық атмосфераны қалыптастыру мақсатында оқушыларға келесідей тапсырмалар ұсынылады. Сіздерге балалар, сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Қазан айындағы тәуелсіздігіне отаншылдық құндылығына сәйкесті оқушылар қорапшада басқа белгіде ашылған сөздерді жалғастырады. Мысалы, елімнің болашағы жарқын себебі деп оқушылар арқылы жалғастыратын болады. Келесі Қазақстанның ең әдемі жері осындай секілді 4 тапсырма құрастырылған. Деңгейде жауап бергендеріңіз үшін өздеріңізді шапалақтау арқылы мадақтап қойыңыздар. Ал кеттікті қол шапалақ сіздерден күтемін. Келесі нормативті бағалау парағы оқушыларға ұсынылатын болады. Онда аты жөнін жазу, және де осы сабақта ұсынылатын 5 тапсырма берілген. Үй тапсырмасы, болжау-әдісі, практикалық тапсырма, аудио сұрақ, фильтр сұрақтар. Әр тапсырманың өзінің максималды жинайтын ұпайлары бар. Жалпы ұпай санын осы жерге жазатын болады. Сабағымызды оқушыларды топқа бөлуден бастаймын. Яғни Wordflow платформасы арқылы оқушыларды біздің сабағымызға байланысты Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX топтарына бөлемін. Топқа бөлу карталарды тарату арқылы оқушыларды топқа бөліп аламын. Келесі тапсырмамыз үй тапсырмасы. Ашық сұрақтар әдісі арқылы оқушыларға 5 сұрақ беріледі. Яғни оқушылар осы 5 сұраққа жауап беру арқылы дәптерлеріне сұрақтарға жауап береді, және де қасындағы жұбына өз сұрақтарын тексертеді. Яғни бұл жерде оқушылар өзара бір-бірін бақылайтын болады. Оқушылар сұрақтарға жауап беру болғаннан кейін жауаптарды тексеріп, жұптарына өздерінің дәптерлерін ұсыну арқылы өзара бағалау жүргізеді. Жинаған ұпайларын формативті бағалау парағында жазады. Астан сарай салыңызды. Айшылық алыс жерлерде. Көзімді ашып жұмғанша. Жылдан хабар алыңызды. Аты жоқ құр арбаны. 1000 шақырым жерлерге. Күн жарында барыңызды. Ыбырай Алтынсарин атамыздың осы бір өлең шумақтары арқылы сабағымызды ашамыз. Қазіргі таңда бір-бірімен қарым-қатынасы қалай орнатады? Бұл үшін қандай құралдарды қолданады сұрақтар арқылы біздер сабағымыздың тақырыбын ашамыз. Яғни сымсыз желілер сабағымыздың мақсаты сымсыз байланыстың артықшылығын сөндіру. Суретте не бейнеленген? Оқушылар суреттерге қарап отырып сұрақтарға жауап береді. Және де екіге бөлінген сымды және сымсыз желінің сымды желісін бірінші түсіндіріп өтемін. Яғни оған біздер жатқыза аламыз коммутаторды, өткізгіш кабельді. Яғни коммутатор дегеніміз бұл бізге оптикалық кабель арқылы келіп тұрған интернет желісін компьютерлерге, яғни Wi-Fi желісі жоқ компьютерлерге осы коммутаторлар арқылы бір-біріне сымды желі арқылы тарататын боламыз. Ол желілерді осы сым арқылы таратады. Бұл өткізгіш кабель деп аталады. Яғни желіміз интернет келіп тұрған, сырттан келіп тұрған интернет желіміз осы өткізгіш кабельдер арқылы, коммутаторлар арқылы, оптикалық кабельдер арқылы таралады. Оқушыларға сымсыз желінің түрлері таныстырылады. Яғни бұл Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. Оның ішінде Wi-Fi дегеніміз, яғни ақпаратты тасымалдаушылар радиоканаларды пайдаланатын заманауи сымсыз технология. WiMAX дегеніміз әмбебап сымсыз желіні алыс қашықтықтан өткізу үшін құрастырылған телекоммуникациялық технология. Bluetooth дербес компьютерлер, мобильді телефондар, ноутбук арасындағы қолжетімділікті байланыстыру үшін дербес сымсыз желі болып саналады.
Жалпы Wi-Fi технологиясы мынандай 3 маңызды міндеттерді орындауға мүмкіндік береді. Яғни сымсыз желінің артықшылығы осы жерде түсіндіріледі деп айтқым келеді. Жалпы компьютердің интернет желісіне қосылуын қамтамасыз ету, қоғамдық орындарда Wi-Fi-ді қалай қолдану, оның артықшылығын, яғни ноутбукпен, телефонмен қалай жұмыс жасау керектігі, кабельді орнату мүмкін емес жерлерде, шамадан тыс қымбат болғанда да кеңседе немесе бөлмеде желілікті орнату біз үшін қандай артықшылық маңызы бар екенін түсіндіріліп өтіледі. Сымсыз желінің әрекеттік қашықтығына қарай 3 түрге бөлінетінін білеміз. Яғни ол WLAN, WLAN, WLAN. Яғни WLAN дегеніміз бұл дербес желі. Яғни 10 метрге дейінгі қашықтықты қамтиды. WLAN дегеніміз жергілікті 100 метрге дейінгі қашықтықты қамтиды. Ал WLAN дегеніміз қалалық 50 километрге дейінгі қашықтықты қамтиды. Енді тапсырмамызға көшейік. Болжау әдісі арқылы жұптық жұмыс, яғни оқушылар қастарындағы жоба арқылы тапсырманы орындайтын болады. Үлестірмелі парақшаға таратылады. Бұл жерде сымсыз технологияның түрлерін, әрекет ету қашықтығын мысалы берілген бос ұяшықтарды оқушылар толтыратын болады. Жауаптар берілген. Оқушылар үлестірмелі парақшаларға жауабын толтырып болғаннан кейін тексеру арқылы өздерінің ұпайларын формативті бағалау тақырыптарына толтырады. Келесі практикалық топтық жұмыс. Мен сізге оқушым, біз таныспыз, солай ма? Free Fire ойнауға уақыт тауып жүрсін. Олай болса, менің сұрақтарыма жауап беріп көр. Free Fire ойынын қандай сымсыз технология түрімен ойнап жүрсін. Сендер асыға күтетін қоңырау уақыты болған кезде тәлімгер апайларын күй ойнатады. Күйдің дыбысы колонкадан шығады. Смартфон құрылғыны таудаға қалай байлайды. Ауылда кейбір уақытта орайына байланысты әмбебап сымсыз желіде болмай қалып жатады. Сол уақытта бір-бірімізбен байланыс жасау үшін қандай сымсыз байланыс түрін қолданамыз? Есімізге түсірейікші. Оқушылар WhatsApp желісіне келген аудио сұрақтарға жауап береді, және де мұғалімнің бір сұрағына жауап береді. Сұрақтардан жинаған ұпайларын бағалау парақтарына жазып қояды. Келесі міне қызық, яғни сабақ барысында оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында Bluetooth сөзін алып отырмын. Яғни бұл дат тілінен аударған мезгілде bladder, көк тіс деген сөзді білдіреді. Яғни біз топқа бөлгенімізге Bluetooth деген тобымыз бар ғой. Яғни сол Bluetooth сөзінің ажары, тарихы, неден шыққандығын түсіндіріп өтіледі. Сабағымыздың бекіту сұрақтары. Бұл жекелей жұмыс болып табылады. Электронды оқулықтағы тапсырманы оқушы орындайды. Оқушылар сымсыз желі топологиясы сұрағына жауап береді. Бос ұяшыққа мәтін енгізіп, сұраққа жауап береді. Ақпараттарды тарату ортасы типтерін анықтайды, яғни сәйкестендіру жүргізеді. Оқушылар сабақ бойына жинаған ұпайларын байланыс таяқшалары арқылы бояп көрсетеді. Жинаған ұпайларын шкалаға сәйкесті балға айналдырады. Келтірген желілердің қайсысы сымсыз желі екенін анықтайды. Яғни бұл тест тапсырмасы болады. Ребусты шешеді, яғни қарапайым оқушыларға арналған бос ұяшықтарда ребустың жауабын жазады. Бұлар бекіту сұрақтарына жауап беріп болғаннан кейін, ең соңында да сабақтың мақсатын қайта қайталанып өтіледі. Яғни біздің мақсатымыз сымсыз байланыстың артықшылығын түсіндіру. Оқушыларға сымсыз байланыстың артықшылығы бар ма? Жалпы адам өміріндегі сымсыз байланыстың маңызы қандай? Біз сымсыз байланыссыз өмір сүре аламыз ба? Сымды байланыс пен сымсыз байланыстың бір-бірінен айырмашылығы, ұқсастығы туралы айтылып өтіледі. Бағалау. Формативті бағалау парақтарына өздерінің сабақтың басында айтып кеткендей, әрбір үй тапсырмасындағы болжау әдісіндегі практикалық тапсырманы, аудио сұрақтағы, бекіту сұрақтарындағы ұпайларын жазады. Жалпы ұпай саны 15 болу керек. Оқушылар сабақ бойына жинаған ұпайларын байланыс таяқшалары арқылы бояп көрсетеді. Жинаған ұпайларын шкалаға сәйкесті балға айналдырады. Сабақты орындай келе үй тапсырмасы беріледі. Сымсыз желінің артықшылығы тақырыбына эссе жазу.
Кері байланыс ретінде оқушылар сабақты түсіндім, сұрақтарым бар, сабақ қызықты болды деген жасанды интеллект арқылы құрастырылған презентацияға өздерінің қызығушылықтарын танытады. Цифрлы ғасырдың ұстазы жаңашыл ойдың иесі. Мен үшін цифрландыру тек құрал ғана емес, оқушының болашағына апарар жол. Цифрлық сауаттылық заман талабы.